Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Қазір сол Израиль ақпарат құралдарының айтуынша, мынау жаңағы атом зымыраны, атом оқпасы орнатылған зымырандарды ататын орыстың жойғыш, қырғындағыш ұшақтары Украина шекарасына таяу маңда қозғала бастаған. Міне, білесіздер, зымыран кәдімгі зымыран атылатын. Бірақ ол жай зымыран ба? Бара салғаннан кейін жаңа глицериндік бомбаларды жара салады, онда ұзаса 1-2 ғимарат күйрейді. Бірақ егер оның басына атом оқпасы орнатылатын болса, онда бір қала күйрейді. Мына менің артымда мына үйлер тұр. Егер мына үйге зымыран атсаң, анау тұрған екі үй құлайды. Егер глицериндік бәленбай 1000 тонна глицериндік нелерді жарылғыш қуатқа ие заттар қойса, ана ғимарат құлайды. Айналасындағылардың әйнегі шағылады, немесе сызат кетеді, болды, көп зиян жоқ. Бүкіл қала аман тұрады. Егер оған атом оқпасы орнатылған зымыран тисе, онда бұзылған. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе. Ресейдің атом сүңгуір кемелері енді солтүстік теңізде актив қозғалып жатыр дейді. Атом қаруы қауіпті емес болуы мүмкін, бірақ теңіздің астында 50 метр, 100 метр жерде жарылған атом бомбасы ашық теңізде, тіпті мысалы Англияның шекарасы емес, немесе Францияның шекарасы емес, ашық теңіздерде, open теңіздерде жаңағы жарылған атом бомбасы қуатты болған жағдайда теңіздің бетінде 100 метрлік толқын тудырады. 100 метр толқын сіз білетін, біз білетін осы күнге дейінгі ең сұмдық апаттық жағдайдағы толқындардан да биік болады. Ал 100 метрлік толқын қуатын болса, онда тұтас Америкаңды бір тәуліктің ішінде тастан-таңға тұтас қалаларды ойрандап кетеді. Лондонға ең жақын жердегі ашық теңізде бір атом бомба жарса, бір Лондон бір сағаттың ішінде бүкіл ғимараты тасталқан болып суға қарық. Ресейде бұндай атом қаруы бар. Мәселе осыны есерсоқ Пөтен ата ма, атпай ма, атала ма, аталмай ма. Пөтеннің ұзақ уақыт өмірбаяны туралы жазған, оны зерттеген, және ол туралы қаншама мақала жазған адам жуырда өзінің көзқарасын ашық жариялады. Мен енді оның аты бірдеңе деп бастарыңызды қатырмай ақ қоямын. Ол айтады, мен Пөтенді білемін дейді, өте білемін. Ол жеңілгенді қабылдай алмайды дейді. Ол атомды жаруы. Міне, әңгіме қайда жатыр? Әңгіме қайда жатыр, қалың елім қазағым? Есерсоқ Пөтен бүкіл адамзатты атом соғысына алып кіруі мүмкін. Аман болайық, қалың елім қазағым, бір-бірімізді ренжіткен болсақ, бір-біріміздің көңілімізді ауыртқан болсақ, кешірейік, кешірімді болайық, қарыз-құрызымыз болса қайтарайық. Араздасып жүрген адамдарымыз болса, бір-бірімізге барып, алдыға барып, алдымен кешірім сұрайық. Араздасқандардың ішінде ең алдымен кешірім сұрасқаны Алланың мейіріміне ең көп бөленеді. Ендеше ертең атом соғысы болып, дүние осымен ақырласып, мына дүние қайтадан ертең жаңа тас қару алып, бір-бірімізді сойылмен сабалайтын заманға қайтадан кететін сондай бір алмағайып заман болатын болса, ендеше осы арада мен ренжітпеген баршаңыздан кешірім сұраймын. Бірақ ұлт сатқындарынан, биліктің кембінің Назарбаев Тоқаевтың жүйесіне қызмет еткен барлық 200-ді рұқсаты бар маймылдардан және барлық қытайшыл орысшылдардан кешірім сұрамаймын. Мен өмір бойы күресіп өттім. Ал қарапайым халқым артық ауыз айтқан әңгімен болса, сіздерден кешірім сұраймын. Мүмкін ертең таңертең тірі тұрамыз, мүмкін тірі тұрмаймыз. Мүмкін Путин қолындағы бар бүкіл атомын Еуропаға да, Азияға да, бүкіл дүние жүзіне қаратып атып тастап, өзінде қақшекеден өз атып, дүниемен қош айтысуы мүмкін. Мүмкін дүниеде енді бір-біріне фантастикалық фильмдерді айтқандай, біріне бірі атом атқан сияқты бір құбылыстар болар. Баяғыда фантазиялық бір шығарманы бала күнімізде оқып едік. Баяғыда мына тұрған Марста, мына қып-қызыл Марста, сондай бір өскен, өркендеген ел қауым болыпты дейді. Бірақ солар да сөйтіп ең соңында неше түрлі мемлекет тайпа болып, ең соңында сол бір-біріне атом жарып,
сол супер мемлекеттер бірін-бірі кешіре алмай таққа таласып, сөйтіп ең соңында Марс тас-талқан болып, бүкіл атмосферасы аспанға ұшып кетіп, ең соңында ауасы да қалмай, бүкіл жан дүние, жануар өсімдігі қырылып, қазіргі құлазыған планетаға айналып, тіпті орбитасынан ауытқып кетіпті дейді. Содан қолында мүмкіндігі бар бір топ марстықтар қашып, жаңағы ұшатын тәрелкелеріне мініп жер шарына келіп, сол қазіргі адам сол жер шарында сөйтіп қалыптасыпты. Ол заманда жер шарында ауада жоқ, атмосферада жоқ, мынау неде жоқ. Содан олар айды қолдан жасапты. Сол ай күн мен жердің ортасында 400-де бірдік қатынаспен дәл тұрады екен. Содан үнемі бір бетін жерге беріп айналып, содан сол айдың тартуынан жаңағы теңіздердің толқыны қалыптасып, су қалыптасып, оттегі қалыптасып, азот қалыптасып, атмосфера қалыптасып, содан жаңағы мына дүние қайтадан тіршілік болыпты дейтін бір фантастикалық шығарманы оқыған. Иә, адамның фантазиясында шек бар ма? Оны Құдай жіберген қасиетті кітаптардың өзінде де жаратушының бұл дүниені жаратуы туралы әңгімелерді, жазбаларды естісеңіз, санаңыз санға, қиялыңыз 40-қа бөлінеді. Шынында дүниенің ақыры осы болатын шығар. Ақыр заман шынымен осы Путиннің қолымен келетін шығар. Мүмкін сол бір-ақ сәтте көктен Иса түсіп, жерден мәді шығып, күн батыстан шығып, ақыр заман болып, бәріміз сол Қарасат майданында ісімізге жауап беріп отыратын күн болар. Оны мен білмеймін. Ақыр заманның кіші белгілері әлдеқашан дайын болды. Бірақ үлкен белгілері мүмкін сіз бен біз ойлағаннан әлдеқайда тез уақытта сақ етіп алдымызға шығар. Яжуж бен Мәжуж жердің бетіне қаптап шығып, Дәджал шынжырынан босап, сондай бір сұрапыл заман болатын шығар. Кім біледі? Бірақ мына есерсоқ Путин шынында атом туралы қарекет жасай бастады. Бірақ дәл қазір ең сұмдығы, батыс елдер жоқ, Ресейдің атом қолданатындығы туралы ешқандай белгі байқалмайды деп арқасын кеңге салып отыр. Мен осы батыстың Ресей туралы өстіп, жаймашуақтап, су аяғын құрдымға жіберіп, жылмақтап айтқан сөздерінен қорқам. Себебі Ресей Украин шекарасына 100 мың әскерін жинаған кезде сол Еуропа мен Америкаға айтқан болатын. Егер Украинға Ресей шабуыл жасаса, біз бейтарап қаламыз деп. Соны естіген Путин құтырғанның үстіне құтырып шабуылды жасап кетіп қалды. Ол ойлады, Еуропа мен Америка бейтарап қалады. Сонда мүмкін Еуропа мен Америкаға есерсоқ Путиннің соғыс бастағаны керек болып тұрма. Иә, бұл соғыстан біраз адамдар мен компаниялар байып қалды, ақша тапты, заттың бағасы өсті, бензин, газ өсті, ұн өсті, техника өсті, ең қарапайымы мәшиненің бөлшектеріне дейін өсті. Қымбаттамаған зат қалмады. Байушылар кімдер? Қару-жарақ жасайтын компаниялар миллиардтап емес, триллиондап тапсырыс алып жатыр. Қамбадағы ескі қарудың бәрі Украин жерінде сынақтан өтіп жатыр. Кімге жақсы, кімге жаман? Біз соғыстан қорыққанмен, біреулер одан ақша жасап отыр. Алай дүние осы. Ал қалың елім қазағым, сырттан біреу кеп мені құтқарады екен дейтін бала қиялдан арыл. Алпамыстың аңызынан тартып, күні кеше Ертөстіктің аңызы Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай дейтін сол батырлық жырларын тым көп оқып, тым көп жаттаған қалың қазақ, сол ештеңеден қорқпайтын, таймайтын, жалғыз өзі тұтас халқын құтқаратын, атса оқ өтпейтін, шапса қылыш өтпейтін, суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын супер батырларды аңсама. Сені құтқаратын тек өзің. Сені Еуропада, Америкада құтқармайды. Сені өзің ғана құтқарасың. Аман бол қалың елім қазағым. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка құрама штаттары, Нью-Йорк қаласы, Манхаттан өңірі, Централ парктен баршаларыңызға сәлем. Менің лекцияларымды тоқтаусыз, үздіксіз таратып, бөлісіп, комментарий жазып отырыңыздар.